Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер өрлеу білім беру арнасына. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017 жылдың 31 қаңтарындағы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауында ең алдымен білім беру жүйесінің рөлі өзгеруі тиіс. Біздің міндетіміз білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет деп атап көрсеткен болатын. Елбасымыз басымдық берген оқушылардың сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамыту қазіргі білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламаларының басты ұстанымы. Мектеп мұғалімдермен өткізген біліктілік арттыру курстары мен курсаралық курстан кейінгі әдістемелік іс-шаралар бағдарламасына мен үнемі 5-9 ойындарын енгіземін. Бүгінгі таңда дүниежүзілік зияткерлік ойындарын дамыту, өркендету маңызды мәнге ие болып отыр. Сондықтан да мен өзімнің барлық әдістемелік қызметімде жеке тұлғаның біліктілік қасиеттері осындай ойындар арқылы шыңдала түсетіндігін мұғалімдерге түсіндіруге тырысамын. Зияткерлік дегеніміз ой шығармашылығын дамытатын спорт түрі. Оның тағылымдық тәрбиелік, танымдық құндылықтарының өзінде терапиялық сипаты қаншама. Ойын кезінде құмалақтарды қолымен ұстап, үнемі қозғалтып ойнау балабақшадағы 4 жастағы балалардан бастап жоғарғы сынып оқушыларының да саусақ моторикасын дамытады. Тоғызқұмалақ, бестемше, обари, мангала ойындары жасөспірімдердің бойында сабырлылық, төзімділік, есептегіштік, ойшылдық қасиеттерді қалыптастырумен қатар кең ақыл, жүйрік қиял иесі болуына жағдай жасайды. Маңғыстау облысының барлық аудан қалаларының жалпы білім беретін мектептерінде тоғызқұмалақ ойыны үйірме түрінде жүргізіліп келеді. Аудан қалаларымыздың дене тәрбиесі пәні мұғалімдеріне тоғызқұмалақ ойынын сабақта немесе үнемі үйірме жүргізу үшін тоғызқұмалақ ойынын үйрету әдістері тақырыбында курс жүргіземін. Дене шынықтыру пәні бойынша орта білім беру мазмұнын жаңарту бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары 8 бөлімнен тұрады. 1-4 сыныпқа арналған жоспардың 4-ші бөлімінде қазақтың ұлттық салт-дәстүр мәдениетімен таныстыру, ал 5-7 сыныптарға арналған жоспарда қазақтың ұлттық және зияткерлік ойындары деген тақырыптар берілген. Бағдарламаның осы тақырыбын ашуға мен 5-ші және 9-құмалақ ойындарын пайдаланамын. Себебі бұл ойындар баланың ой өрісін кеңітіп, математикалық ойлау логикасын дамытады. Оқушы ойлану, іздену арқылы өмірде кездесетін проблемалардың шешу жолдарын өзі іздеп табуға дағдыланады. Бұл қазіргі білім беру жүйесінің басты ұстанымы. Оқушының оқудан алғанын өмірмен байланыстыруға әкеліп саяды. Яғни тұлғаның функционалдық сауаттылығы артады. Алаңдағы тоғызқұмалақ. Арнайы ұяшықтар сызылып дайындалған алаңда әр командада 9 ойыншы ойнайды. Әр отауда 9 кішкене топ құмалақтармен бірге бір ойыншы тұрады. 9 құмалақ кішкене топтар болады. Команда ақ-қара болып екіге бөлінеді. Ақ жағы ойынды бастайды. Ойыншылар ақылдасып жүріс жасайды. Отаудағы құмалақ санына қарай отау иесі келесі өзінің серіктесін көмекке шақырып отырады. Құмалақтарды қолдарына алып жүріс жасайды. Қарсыластары да ойындағы ұтымды жүріс жолдарын жасайды. Ойын осылай жалғасады. Тұзды қала және кім 181 құмалақ жинаса, сол жеңіске жетеді. Ойындарды сергіту сәтінде пайдалану тиімділігі. Бала үнемі партада қозғалыссыз отырып ойнамайды. Спорт залда, даладағы алаңда қозғалып жүріп те ойнайды. Тоғызқұмалақ ойынын ойнайды. Ойнап, жүріп ойын ережесін тез үйренеді. Ең бастысы ойын кезінде бала әрбір жүріс қадамына ойланады. Жүргеннен кейін келесі жүрісті мұқият есептейді. Ойынды шапшаң ойнау жылдам шешім қабылдағыштыққа тәрбиелейді. Көпшіл болып оқушы, мұғалім-оқушы қарым-қатынасын нығайтуға тәрбиелейді. Әлеуметтік, танымдық үрдістер жүзеге асырылады. Бұл ойындарда бала тек математикаға ғана емес, басқа да пәндерді жетік меңгеруге үйренеді. Дәл осыны басқа да пән мұғалімдері пайдаланса тіпті жақсы болар еді. Мысалы, тарих пәні мұғалімдері тоғызқұмалақ ойынын сергіту сәтіне немесе ойын сабағы ретінде пайдаланса, қажетті ақпараттарды тез жаттап алар еді. Сол сабақты, сол сияқты әдебиет пәні мұғалімдері шығарма авторлары, кейіпкерлері туралы ақпаратты тез меңгерту үшін пайдаланады. Ойында Блум таксономиясының барлық деңгейі қамтылады. Қорыта айтқанда, бүгінгі ақпараттар ағымына сауатты ере алатын, игерген білімдерін қолдана білетін, кез келген әлеуметтік топпен қарым-қатынас жасап, қашанда оңтайлы шешім қабылдайтын тұлғаның қалыптасуына және дене тәрбиесінің ықпалы зор. Үйірмеде бұл ойындарды алаңда үнемі қозғалыста ойнау бала логикасын дамытумен денсаулығына да зор ықпалын тигізеді. Құрметті әріптестер, қосымша білім беру жағдайында балалардың шығармашылығын қабілеттерін дамыту
бойынша мұғалімдерді практикалық іске асыру тақырыбы бойынша сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген электрондық поштаға жіберулеріңіз болады. Қош сау болыңыздар.